Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен қысқы лечо дайындау рецебін бөліскелі отырмын. Керемет рецепт. Осы бойынша жасауды сіздерге әрине ұсынамын. Біздерге керегі болгарский перец, помидор, тұз, қант, май сұйық, перец горошек және керегі сарымсақ, пияз яғни, 3 зубчик чеснок және 9% уксус. Ал ендеше кеттік. Ол үшін мен алдымен помидордың үстіне өте қайнаған ыстық суды құйып қоямын 5 минуттай. Содан кейін сыртқы қабығы өте тез ашылынады, сыдырылып түсе береді. Сыртқы қабығын ашып істелінген лечо өте дәмді болады. Мен өзім осылай жақсы көремін. Менің каналыма тіркеліп, әрине лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Арғарата ашылынған міне помидорды көрдіңіздер. Осы ашылынған помидорды бөліп ет тартқыштан, не болмаса блендерден өткізсеңіздер болады. Мен блендерден өткіздім, өйткені менің электрический мясорубка бұзылып қалғандықтан блендермен жасадым. Өте дәмді шығады. Сіздерге кеңес беремін осы рецепт бойынша жасауға. Жасасаңыздар өкінбейсіздер, дәмі тіл үйреді. Өте ашты да емес, өте тәтті де емес, керемет дәм болып шығады. Міне блендермен өткізіп, қайнататын ыдыстарыңызға бірден құйып алсаңыздар болады. Сыртының қабығы болмағаннан кейін помидор сондай қою, керемет жақсы болып шығады. Және менікі өз огородымнан алынған помидор болғандықтан дәмі ерекше. Қыстың күні пельменге қоссаңыздар да, мантымен жесеңіздер де, нанмен жесеңіздер де өте тойымды тамақ екенін білесіздер лечоның. Әсіресе ұсақ балаларда сүйсініп жейді, өткені бұл өте ашты емес. Міне барлық помидорды тартып болып, помидорды қайнатуға қоямыз. Помидорды қайнағаннан кейін 15 минуттай қайнай бастағаннан кейін 15 минут қайнатамыз. Бетіндегі көбігін алып қайнатып болған соң, мен верандаға қайнатып едім, сондықтан да веранда суық болған соң үстінен бу шығып тұр. Қазіргі кезде күзде күн суық қой. Енді үстіне қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз, майымызды құямыз, горошек бұрышымызды саламыз да, барлығын жақсылап араластырамыз. Неше минуттан екенін описаниеға жазып кеттім. Описанияны ашып, содан көрсеңіздер болады. Астын басып, бүлкілдеп қайнағаннан кейін перецті саламыз. Переці менің өте көп, мына кастрөліме сыймай кеткендіктен келесі кастрөлге ауыстыруға тура келді.
Перец біраз қайнаған соң үстіне сарымсақты саламыз. Тағы осылай туш етеміз сарымсақпен. 20 минуттай туш етеміз сарымсақпен. Мен сәл көбірек туш еттім, өйткені менің бұрыштарым қатты бұрыштар болды. Светофор үйде өсіргем огородта. Sarısı бар, қызылы бар, әртүрлі бұрыштар. Міне, біздің лечомыз да дайын болып қалды. Енді дайын сүргенге 5 минут қалғанда чеснокты саламыз. Одан кейін чеснок 3 минут қайнаған соң үстіне уксусымызды саламыз да, араластырып. Міне, енді астын өшіреміз. Дайын болды лечомыз. Өте дәмді және аппетитті, түрі де әдемі болып шығып тұр, қарағаныңыздар. Міне, алып келіп ыстықтай мантываркеге стерилизовать етілген банкілерге саламын. Мен банкілерді ешқандай феримен жумаймын, содамен жуамын да мантываркаға стерилизовать етемін 10 минуттай. Сода міне ыстықтай салып, бетін бұрап жабамын. Міне барлық шыққан банкілерім керемет шықты. 4,5 литр. Үйде жартысы бір касе қалды, сонымен 5 литрге жуықтай лечо шықты. Сіздер назарларыңызға рахмет.